Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 27-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ч және ш дыбыстары. Балалар, олай болса, ең әуелі осы ч және ш дыбыстары туралы ережеге назар аударайық. Ч және ш дыбыстары қатаң дауыссыз дыбыстар болып саналады. Олар өзге тілден енген сөздерде кездеседі. Чех, чемпион, плащ және бош сөздерінде осы ч және ш дыбыстары бар екен. Ш дыбысы қазақ тілінде ащы, тұщы сөздерінде ғана қолданылады екен балалар. Балалар, енді 31-ші жаттығуға назар аударайық. Кестедегі сөздерді оқы дейді. Балалар, бұл жерде кестеде 3 бағанға бөлінген. Олай болса, бірінші бағандағы сөздер ш әрпінің қатысуымен жасалған екен. Ол сөздер шағала, шаңғы, шана, оқушы, шаш. Ортадағы бағанда ш әрпі. Щетка, щи, плащ, борщ. Ал үшінші бағанымыз ч әрпінен ч әрпі қатысқан сөздер. Чемпион, чек, карточка. Енді балалар, төмендегі сұрақтарға, тапсырмаларға назар аударайық. Ш, ш, ч дыбыстарын жеке-жеке айтып, өзара салыстыр. Бұл дыбыстардың әртүрлі айтылуы неліктен деп ойлайсың дейді. Балалар, бізде ш дыбысын айтқан кезде бұл дыбыс еркін дыбысталады. Ал ш дыбысын айтқанда ауа қысылып шығады екен. Ал ч чемпион дегендегі ч дыбысын айтқан кезімізде жаңағыда біздің тіліміздің жоғарғы бөлігі таңдайға тию арқылы дыбысталады екен балалар. Келесі 32-ші жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Пиязды ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Есікті ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Ашы дегеннің мәнін ашып берер кім? Құйрықты ш жөнінде көңіл қойда мынаны ұқ. Ашы, тұщы сөзінде қолданылар бұл әріп. Балалар, енді өлеңімізді оқыдық, енді астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Өлеңде не туралы айтылған дейді? Балалар, өлеңде ш және ш әріптері туралы айтылған. Өлеңдегі сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Балалар, біз бұл жерде пиязды ашы деген кезде біз дәм туралы айтып жатырмыз. Сол себепті бұл жерде құйрықты ш, яғни ш әрпін қолданамыз балалар. Ал есікті ашы деген кезде ол етістік балалар. Яғни аш деген сөзден түбірі аш деген сөз. Яғни біз есікті ашы деп біреуден өтініп тұрмыз. Біз бұл жерде кәдімгі ш еркін дыбысталатын ш әріптерінің қатысуымен айтылатын ашы деген сөзді қолданады екенбіз. Енді келесі сұрағымыз ашы сөздердің айтылуымен жазылуын салыстырып өзің тұжырым жаса дейді. Ш әріпі қай сөздерде жазылады екен? Өлең мазмұнына өз пікіріңді жаз дейді. Балалар, ш әріпі ережеде айтылғандай қазақ тіліндегі ашы, тұщы деген сөздерде айтылады балалар. Енді 33-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір Чау-Чу деп аталады. Қазақша бұғы жер дегенді білдіреді. Шынында да бұл өңірде бұғы өте көп. Бұғыны чукчалар көлік ретінде пайдаланады дейді. Алғашқы екі сөйлемді көшіріп жаз, ч әрпі бар сөздердің астын сыз. Олардың жазылуын есте сақта дейді. Балалар, олай болса, біздегі алғашқы екі сөйлеміміз чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір Чау-Чу деп аталады. Мінекей осы екі сөйлемді көшіріп жазамыз. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады. Және де осы жаңағыдай екі сөйлемдегі ч әрпі бар сөздердің астын сызамыз. Ол сөздер чукчалар, Чукот, Чау-Чу. Мінекей осы сөздерде ч әрпі бар екен балалар. Енді чукчалар туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Балалар, чукчалардың саны 2010 жылғы бүкіл ресейлік халық санағы бойынша 15.908 адамды құрайды екен. Сонымен қатар, чукчалар бастапқыда бұғыларды аулап, бірте-бірте олар бұл жануарларды қолға үйретіп, бұғыларды бағумен айналыса бастаған. Бұғылар чукчаларға әрі тамақ, әрі терісін баспана және киім ретінде пайдаланады екен.
Өзендер мен теңіздердің жағасында тұратын чукчалар теңіздегі аңшылықпен айналысты. Көктемде және қыста итбалықтар мен нерпаларды, күзде және жазда киттер мен морждарды аулайды екен балалар. Мінекей біз дерек көздерден осындай чукчалар туралы мәлімет алдық. 34-ші жаттығуға назар аударсақ, өлеңді оқып, сұрақтың жауабын айт дейді. Чемпион болып бокстан көтерілдім тұғырға, көрді әлем биіктен Қазақстан туында. Бұл қайсы әріп дейді? Бұл әрине біздің Ч әрпіміз, иә? Чемпион дегендегі Ч әрпі. Өлең не туралы? Мазмұнын өз сөзіңмен айт. Балалар, бұл өлеңде біздің спортшыларымыз жеңіске жетіп чемпион болған жағдайда біздің туымызды бүкіл әлем деңгейінде көтеретіндігі туралы айтылған екен. Балалар, және де келесі сұрағымыз, қандай чемпиондарды білесің? Балалар, біздің Қазақстан Республикасының атын әлемге танытып жүрген көптеген жаңағыдай спорт түрлерінен жеңіске жеткен чемпиондарымыз бар екен. Олар мына өлеңде айтылып тұрғандай, әр жеңіске жеткен сайын біздің Қазақстанымыздың көк туы әлемнің алдында, әлем халықтарының алдында көтеріліп көрсетіледі екен. Мысалы, Елдос Сметов біздің дзюдодан Қазақстаннан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Сонымен қатар Серік Сәпиев, Ольга Рыпакова, Бақыт Сәрсекбаев, Бақтияр Артаев, Ермахан Ыбырайымов, Бекзат Саттарханов сияқты, Василий Жиров, Ольга Шишигина сияқты бокстан, жеңіл атлетикадан, тағы да басқа көптеген спорт түрлерінен жеңіске жеткен чемпиондарымыз бар екен. Сонымен қатар келесі сұрағымыз, чемпион болу үшін не істеу керек деп ойлайсың дейді. Балалар, чемпион болу үшін біз әуелі өзімізге ұнайтын спорт түрін таңдауымыз керек екен. Біреуіміз боксқа жақын боламыз, біреуіміз күреске жақын боламыз. Жеңіл атлетика, ауыр атлетика деген бар, көптеген спорт түрлері бар екен. Осылардың ішінен өзімізге қалаған, жанымызға жақын болған бір спорт түрін таңдап, сол бағытта, сол бойынша көптеген жаттығулар жасауымыз керек. Сонымен қатар алға қойған мақсатымызға, яғни біздің алға қойған мақсатымыз чемпион болу ғой, яғни сол жолда біз күресуіміз керек екен. Қанша шаршасақ та барлық күш-жігерімізді жинап, өз-өзіміздің жаңағыдай қолға алып, алға қойған мақсатымызға жетуіміз керек екен, яғни чемпион болуымыз керек екен. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сендерді асыға күтетін боламын. Сау болыңдар балалар.